Есепті тыңда. Балабақшада бірнеше ойыншық болды. Балалар ойыншықтарды 3 қорапқа теңдей етіп салмақшы болды. Егер де бір қорапқа 6 ойыншықтан салуға болса, балабақшада барлығы неше ойыншық бар? Қане, балаларға ойыншықтарды қорапқа салуға көмектесейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бірінші қорап дайын болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Екінші қорап дайын болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Үшінші қорап дайын болды. Қара, біз ойыншықтарды салып болдық. Теңдеу құрып көрейік. X пен бөлмедегі барлық ойыншықтың санын белгілейік. X-ті бөлемін 3-ке, тең болады 6. Қане, айта қойшы, бөлудегі белгісіз сан қалай деп аталады? Дұрыс, бұл бөлінгіш. Бөлінгіш белгісіз болса қалай табамыз? Дұрыс, 6-ны 3-ке көбейтеміз. Бөлмеде неше ойыншық болды? Дұрыс, 18. Олай болса, есептің шарты мен шешуін жазайық. Бір қорапта 6 ойыншық, 3 қорапта белгісіз ойыншық. Шешуі: 6 көбейту 3 тең 18. Жауабы: бөлмеде 18 ойыншық болды. Есіңде сақта, белгісіз бөлінгішті табу үшін бөлгішті бөліндінің мәніне көбейту керек.